Осы отырған бәріміз қызықты көрдік ағайындар. Міне алдымызға керемет қуырдақ келді жаңа. Осы қуырдақты бір өмір бойы іздеп жүрген адам сияқты кірістік келген кезде. Кірісіп, тойып бір 300 грамм, 400 грамм ішімізге барғаннан кейін аузымызға қинап тықса да бетіне қарағымыз келмейді. Өйткені ол тамақтың ләззаты тоюмен бітеді. Аңсап, сусап, келіп, балаңды, немереңді сағынып келген кезде алдыңнан құлдыраңдап, кішкентай немерең ба, балаң ба, жүгіріп әкетай, көкетай, ататай деп келгенде, мойның асып айналайын деп, құшақтап, сүйіп, мейірленіп, бір сәт ойнатып, бір уақытта кісілермен сөйлесіп, болмаса шешесіне командировкадағы жағдайды айтайын десең, мешет етіп, кеп аяғың орала бастағанда, "Ай, бара тұршы, ана жаққа" дейсің. Бір уақытта саған әңгіме тыңдатып қойды. "Ай, барсаңшы" дейсің. Бір уақытта "Ағып кетсеңдер шынан" дейсің. Жарты сағат бұрын ғана сол немерең немесе сол балаңды көргенше өліп кете салдап сағынып келген едік та. Неге дегенде бұны барлық нәрсенің қызығы уақытша ағайындар. Жұбайыңның қызығын көресің, бала шағаңның, тамақтың, өмірдің, сусынның, барлық нәрсенің қызығы уақытша. Енді бір мәңгілік қызық бар, ол жәннатта болады. Біздің рухымызды Алла тағала жәннат үшін жаратқан да. Жәннатқа кірмейінше біздің рухымыз болды мен тойдым деп айтпайды екен да. Болды мен қызыққа тойдым, мына дүниедегі қызық болды мен үшін деп айтпайды екен. Жәннатқа кіргенде ғана бұл рух тып-тыныш болады екен ғой. Сондықтан оған дейін біз бір күні көк көйлек киеміз, бір күні ақ көйлек киеміз, бір күні қоңыр туфли киеміз, бір күні ақ туфли киеміз деген сияқты сол қоңыр туфлиді киіп жүре берсе болатын еді, ештеңке жоқ. Бірақ біз сондай бір әдемдікті, әсемдікті, ары қарай жақсы болуды, дамуды, жақсылықтың үстіне жақсылық көруді қалап тұрамыз да. Ал бірақ егер кім ақыретке сенбесе, сол қызықтарды қуумен өмірдің мәнін кетіреді екен да. Ал кім ақыретке сенсе, оны солай істейді, бірақ оны негізгі нәрсе деп есептемейді екен да. Себебі біздің рухымыз жәннат үшін жаратылған. Жәннатта мәңгілік қаламыз, мәңгілік рахат көреміз. Сондықтан мына фәни дүние уақытша болғандықтан, уақытша дүниеде өмір сүріп жатқан адам мәңгілікті түсінбейді ағайындар. Мына сөзімнің соңында енді бағана айтып өттім ғой. Алла тағала бізді бір-ақ нәрсе үшін жаратты ағайындар. Өзін танып, өзіне құлшылық қылу үшін ғана жаратты. Бірақ бүкіл қателіктің бастауы неде білесіздер ме? Оны Алла Құранда айтқан. Оны ешқандай адам білмейді. Құранда оны хадисте пайғамбарымыз Алланың елшісі айтты. Бүкіл қателіктің басы сол Құдайға құлшылық қылу жолында, орта жолда біреулерді дәнекер қылам деп өкенді. Бітеді ғой, ай бастыққа бара бер, бара бергенше пара бер деп қояды. Немесе, ей сен Құдайдан қалай прямой сұрайсың? Ауданның әкімінің өзіне прямой кіре алмайсың ғой. Секретаршысына барасың, помощнигіне, руководитель аппаратқа барып сөйтіп кіресің, замына барып. Әкімнің өзіне прямой кейде кіре алмайсың. Аллаға қалай кіресің дейді. Алланың ұлықтығының өзі осында да бауырлар. Алланың ұлықтығының өзі осында, ол ешқандай помощник пен орынбасарға мұқтаж емес та. Қазақ айтады ғой, Алла тағала дейді, сенің ерніңнің қыбырлаған емес дейді, жүрегіңнің жыбырлағанына дейін біледі дейді. Алла тағала сенің не істегеніңді емес дейді, не істейін дегеніңді де біледі дейді. Сондықтан Алла субханалла тағала бізге нені үйретті Құранда? Менен ғана сұраңдар, Ияка нa'буду ва ияка настағин. Саған ғана құлшылық қыламын, сенен ғана жәрдем сұраймын деп айтыңдар дейді. Ол деген сөз не? Алла, сен менің бүкіл хал ахуалымнан хабардарсың. Мен бейшара мынаға мұқтажмын. Мен бейшара мына бәледен құтыламай жатырмын. Мына жақсылыққа жете алмай жатырмын деген барлық хал ахуалымыздан Алла тағала хабардар, біліп тұр. Өйткені заводтан тауарын шығарып жатқан заводтың егесі өзінің тауарының хал ахуалын қанша уақытқа гарантия беру керек екенін білгені сияқты, Алла тағала одан да жақсы біледі өзінің жоқтан бар қылып жаратқан пендесінің неден бақытты, неден бақытсыз болатынын. Сондықтан да адам баласы Алла тағалаға тікелей сұрау керек екен. Құранда не дейді Алла тағала? Кімдегі менен бір нәрсе сұрағысы келсе сұрасын намазбен және сабырмен дейді. Бізде осы екі нәрсе де жоқ қой. Біз Алладан сұраймыз не қалай? Ренжіп сұраймыз, асығып сұраймыз, берсең бер, бермесең қой деп сұраймыз, өтіп баратып сұраймыз, кетіп баратып сұраймыз, бірақ жаңағы екі нәрсемен сұрамаймыз да. Намазбен және сабырмен сұра деп етті Алла тағала. Біз я не хараммен сұраймыз. Міне, стақанды көтереміз, арақ ішінде я коньяк, мына бала шағамыз бақытты болсын дейміз.
мына үйленіп атқан 2 жас бақытты болсын дейміз. Ал бірақ ол жерде сөйтеміз айтамыз, періштелер әмин десін дейміз да. Ал арақ болған дастарханда періште болмайды, періште болмағаннан кейін ол қаяқтан әмин дейді.